Секелі қаласы әкімдігінің халық кітапханасы Ғабит Мүсіреповтің 120 жылдығына орай көркем сөздің зергері тақырыбында кітап көрмесін ұйымдастырды. Аталған көрменің мақсаты жазушының өмірі мен шығармашылығын насихаттау. Кітап көрмесі 2 бөлімнен тұрады. Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығы қазақ әдебиетінің классигі. Ғабит Мүсірепов қазақтың әйгілі жазушысы, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, қоғам және мемлекет қайраткері, аудармашы, әдеби сыншы, Қазақ КСР ғылым академиясының Абай атындағы және Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, социалистік еңбек ері. 1902 жылы 22 наурызда қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. Кітап көрмеде Ғабит Мүсіреповтің орыс тіліндегі шығармалары және орыс тіліндегі таңдамалы шығармалары, Ғабит Мүсіреповтің тарихта тұлғалар жасайды атты кітабы, Ғабит Мүсіреповтің өмірі мен шығармашылығы туралы әдебиет, рухынды түсірме ұлым, Ғабит Мүсіреповтің оянған өлке атты кітабы және ең танымал шығармасы бұл Ұлпан романы. Ұлпан романы Ғабит Мүсірепов 1974 жылы жазған болатын. Бұл кітап қазақ әйелінің қиялдан тумағаны, жалған дәйектелмегені туралы көркем шығармаларының бірі болып табылады. Ғабит Мүсірепов туралы айта кетсем, Ғабит Мүсірепов қазақ өнерінің кемелдеуіне, әлемдік әдебиет пен мәдениетке қымбат қазына қосқан, сарқылмайтын, бітпейтін, жасырын, жаңғыратын, өмірдің өзіндей жапырағымен мәңгі жап-жасыл жалғаса беретін әлемдік құбылыс, қазақ әдебиетінің шыны деп айтып кеткен болатын. Қорыта келгенде, Ғабит Мүсірепов халық жазушысы, әйгілі публицист және де халықтың жүрегіне жол тапқан рухани асыл шежіресіне айналған халық жазушысы.